Тек әуесқойлар қатысады. Қарағандыда шахматтан Сенат Open Қазақстан Республикасы парламенті сенатының ашық кубогының жартылай финалы өтті. Турнир еліміздің аумағында ұйымдастырылып отыр. Барлық облыстар мен қалалар, мәслихаттардың депутаттары, облыстық және қалалық қоғамдық кеңестердің мүшелері, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері, белсенділер, кез келген адам осы жарысқа қатыса алады. Жалғыз шектеу Ela рейтингі 2000-нан аспау керек, яғни бұл турнирге кәсіпқой шахматшылар жіберілмейді. Мұнда тек әуесқойлар бар. Сегодня шахматы уже далеко вышли за... Бүгін шахмат жай спорт түрінен әлдеқайда асып түсті. Бүгінгі таңда біз ұлтымыздың, бабаларымыздың зияткерлік әлеуетін қалыптастыруға қатысамыз, және бұл жолда бізде түсіністік пен қолдау бар екендігі өте маңызды. Өңірлердің атқарушы билігінің билік өкілдері келді. Сіз осындай қолдау мен түсіністікті сезінгенде алға ұмтылғыңыз келеді, барғыңыз келеді, қол жеткізгіңіз келеді, және бәріне көрсеткіңіз келеді. Ойнаңыз, бұл сізге өмірде көмектеседі. Парламент сенатының қолдауымен осындай турнир алғаш рет өтуде, оны Қазақстандық шахмат федерациясы ұйымдастырды. Елдің барлық аймақтары бұл турнирге қатысуда. Іріктеу турнирлері осы жылдың 21 сәуірінен бастап республикалық маңызы бар 15 облыста және 3 қалада өтті. Әр рингте 75-тен 100-ге дейін адам қатысты. Әр аймақтың үздік 25 ойыншысы аймақтық принцип бойынша құрылған жартылай финалдың бірінде солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс және орталықта ойнауға құқылы болды. Жартылай финалда орталықта Астана, Қарағанды облысының және Ұлытау облысының өкілдері ойнады. Шахмат енді ертеде 20 жасынан бастап қатыстым, шахмат ойнадық. Мынау 65 жылы өшірді. Қарағанды облысының атынан команда республикаға барғамыз. Целиноград ол уақытта. Целиноград. Сонда екінші орын алдық біз. 65 жылы Қарағанды облысының атынан қатыстым мен. Енді әуесқой бізге ешқандай арасында шахтада жұмыс істедім. Шахтада. Бірақ оқушылармен әлі жұмыс істеймін, оқушылармен шахмат үйретемін. Жартылай финал барлық аймақтарда өткен жоқ. Сенат Open финалы 31 тамызда Астанада өтеді. Сондай-ақ жеңімпаздар арасында депутаттар, журналистер, қоғам қайраткерлері, әйелдер мен 60 жастан асқан қатысушылар арасында үздік ойыншылар анықталады. Дидар Қалқатай, Ирина Ненашева, 5 арна.